Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай бір банка сгущенкадан оңай пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ерітілген сары майымыз бен 3 жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бір банка сгущенкамызды салып араластырамыз. Ұнымызға бір қасық қопсытқышымызды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң біздің жұмыртқалы массамызға 2 бөлікке бөліп саламыз. Міне біздің жұмыртқалы массамыз дайын болды. Табамызға сары майдан жағып дайындап аламыз. Достар, пирогымызды 180 градуста 10-15 минутқа салып аламыз. Пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте оңай. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.